Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 4-ші тоқсанда жеңіс күні ұлы ерлікке тағызым деп аталатын 9-ші бөлімді, ғылыми фантастика деп аталатын 10-ші бөлімді аяқтадық. Әдеби тілдік норма бойынша біз сіздермен оқшау сөздердің түрлерімен, оқшау сөздердің қызметімен, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерімен, сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерімен танысқан болатынбыз. 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың ұзақтығы 40 минут, оқылым тапсырмаларын орындауға 15 минут уақыт беріледі, жазылым тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Сіздерге кездесетін тапсырмалардың түрлері: қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымына тоқталатын болсақ, 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 2 компоненттен тұрады. Біріншісі оқылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі жазылым және әдеби тіл нормаларын қамтиды. Оқылым тапсырмасы: берілген тапсырмаларды орындаңыз. Яғни сіздерге мәтіннен кейін тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындауларыңыз қажет. А мәтінін мен сіздерге оқып берейін. Ғылыми фантастика көркем әдебиетте, сондай-ақ кино, кескіндеме, тағы басқа өнер салаларында қалыптасқан жанр. Ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20-шы ғасырда қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиетінде жатыр. Оған қиял ғажайыптық, ертегілік қасиет те тән. Фантастика ұғымының өзі де қиялдану өнеріне байланысты болған. Қазіргі әдебиеттану мен өнертану ғылымында фантастиканың ертегілік және ғылыми белгілерінің ара-жігі ажыратылмаған. Ғылыми фантастика, ғылыми поэзия және ғылыми проза болып екі пішімде қалыптасты. Ғылыми поэзия терминін әдебиеттану саласында алғаш француз поэзиясының теоретигі Рене Гиль сөз туралы трактат еңбегінде қолданды. Ол ғылыми поэзияның белгілері ежелгі дәуір әдебиетінің өкілі Лукреций Кардың «Заттың табиғаты» поэмасында көрініс тапқан мысалға келтіреді. Поэзиядағы ғылыми фантастика жалпы фантастикалық арнадан бөлекше, философиялық әлеуметтік бағыттағы мүмкіндігімен ерекшеленеді. Ғылыми фантастика прозаның барлық жанрында қарқынды дамып, көркем әдебиеттің арналы саласына айналды. Қазіргі қазақ әдебиетіне ғылыми фантастика дербес жанр ретінде 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдары республика жазушыларының шығармалары арқылы қалыптасты. Зерттеушілер қазақ әдебиетінде ғылыми фантастика жанрының алғашқы белгілерін ертегілерден, аңыздардан таратып, болашақты болжай білген халық қиялының ұшқырлығына тәнті болуда. Мәтінді өздеріңізде бірнеше қайтара оқып, танысып, мазмұнын түсініп болғаннан кейін, мына кестеде берілген тапсырманы орындайсыздар. Яғни беріліп отырған тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтайсыздар. Одан кейін ежелгі қазақ халқы қиялының ұшқырлығында шек жоқ. Осы берілген тұжырымды 4-5 сөйлеммен дәлелдеп жазасыздар. Мәтіні мұқият тыңдаңыздар. Ғылыми фантастика жанрында Толкиннен кейінгі әлемге белгілі жазушы Джош Роулинг екеніне ешкімнің шүбәсі жоқ. Гарри Поттердің бастарынан кешкендері атымен жарық көрген кітаптардың реті 7-ге жетіп, оның жалпы таралымы 450 миллион данадан асып кеткен. Бір қызығы, бүкіл Еуропаның аңыз кейіпкерлері мен
мифтік жануарларын Роулингтің ғажайыптар әлемінен таба алады екенбіз. Яғни, кітаптағы Хогвартстың фаунасы шын мәнінде аңыздардан алынған. Гоблин адамға ұқсастығы бар, аласа бойлы тіршілік иесі. Басы денесімен салыстырмалы тұрғыда үлкендеу болып келеді. Негізі Шотланд аңыздарында гоблиндер өте ашушаң, соғысқұмар болып суреттелсе, Толкин мен Роулингтің ғажайыптар әлемінде гоблиндерге өзгеше мінездеме беріледі. Ақшаға ұқыпты, өте еңбекқор болып сипатталады. Акромантул алып 8 көзді өрмекші. Көне кельт аңыздарында кездесетін өрмекшінің үлкен тұқымдары адамның тілінде сөйлей алады. Осы тектес өрмекшілердің ең алыбы және негізін қалаушы Арагог. Ол Хогвартсты айнала қоршаған орманда өмір сүреді. Жалпы тұқымның америкалық тарантуламен туыстығы бар деп зерттелген. Акромантулдардың отаны Борнео аралы болып саналады. Сиқыршылар оларды негізінен қазынаны күзеттіру мақсатында алдырған. Мантикора грек мифологиясында кездесетін басы адам, денесі арыстан, ал құйрығы шаяннан алынған өте қауіпті құбыжық. Аңыздың астары бойынша Мантикора өзінің кезекті асын өлтіріп тынғаннан кейін мысық сияқты мияулайды екен. Ал оның уы қылт етпей өлтіреді. Мәтінді өздеріңіз қайталап оқығаннан кейін, мазмұнын түсінгеннен кейін, мына кестедегі тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтайсыздар. Одан кейін оқырмандар арасында фантастикалық шығармалар көркем шығармаларға қарағанда танымал болады. Сіз осы оймен келісесіз бе? Осы жерде сіздер өз ойларыңызды 4-5 сөйлеммен жазуларыңыз қажет. Жалпы оқылым тапсырмасы бойынша сіздерге дұрыс нұсқаны анықтай алғандарыңызға 2 ұпайдан беріледі. Екінші тапсырмада әр мәтіннің астында берілген оқушының жауабы ескеріледі. Мәтіні бойынша да тура солай. Барлық жинайтын балл саны сіздерде 10 болуы керек. Енді балалар, жазылым тапсырмасына көшейік. Бұл жерде сіздер төменде берілген тақырыптардың біріне тиісті құрылым мен стильді қолдана отырып жазба жұмысын жазасыздар. Бірінші, сізге алтын балық ұстап алу бақыты бұйырды делік. Алтын балық сіздің тек 3 тілегіңізді ғана орындай алады. Ал сіз осы оңтайлы сәтті пайдаланып, жеке әлеміңіз бен қоғам өміріне қандай өзгерістер енгізгіңіз келер еді? Алтын балыққа тілектеріңізді білдіре отырып, бұл жөнінде сюжетті әңгіме құраңыз. Екіншісі, жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Бұл айрықша мерекенің біздің елімізде тойлану деңгейі қандай? Ал сіздің отбасыңыз бұл мерекені қалай тойлап жүр? Осы берілген сауалдар төңірегінде өз ойларыңызды эссе түрінде жазсаңыздар да болады. Жазылым тапсырмасы бойынша сіздер бірінші сипаттамамен танысып алуларыңыз керек. Жазылым тапсырмасы бойынша алатын балдарыңыздың ең жоғарысы 5 балл. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.